Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бүгін біз винегрет салатын жасайтын боламыз. Бұл винегрет салаты дәрумендерге бай және организмімізге өте пайдалы салаттың бірі. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен көкөністердің барлығын жуып тазалап, пісіріп алатын боламыз. Бізге қажетті көкөністер және де горох, квашеная капуста, сұйық май және татымына қарай тұз қолданамыз. Алдымен көкөністерімізді сыртын ашып тазалап аламыз. Енді қатты майда да емес, үлкенде емес көлемде көбіктеп турап шығамыз. Балаларға да үлкен кісілерге де жегенге өте пайдалы салат. Сұйық майдың орнына зәйтүн майымен алмастырсаңыздар болады. Қызылшаны дәл солай үлкенірек көбікті алып турайсыздар. Қатты үлкен болуға болмайды. Енді үстіне горохты толық саламыз, бір банкасын. Суын төкіп тастайсыздар. Және де квашеная капустаны қосамыз. Және майымызды құямыз. Мен 3 ас қасық қосып жатырмын. Біздің салатымыз дайын болды. Татымына қарай тұзын, бұрышын қоссаңыздар болды. Енді үстіне берсек болады. Винегрет салаты дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, витаминге толы, пайдалы салаттың бірі. Сіздермен болған мен Накипбекова Гүлжанар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса комментарий қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды.